Ассалаумалейкум аммеге, міне көп күттірмей бізде ұят емес шоудың 8-ші санын бастап жібердік, потому что бұл жігітлер елден елге жүре береді, бұларды ұстау қатты қиын, бір жерге жинауым қатты қиын, потому что хаммесінің характері har түрлі, har қайсы har елде тренировка істейді. Соның үшін біздер ұят емес шоудың 8-ші санын бастадық. Наурыз, өткен выпускіден өмірің қалай өзгерді? Не өзгерді? Ешсат өзгерген жоқ. Тек обед өзгерді болған. Жоқ пыш, историяңа постоянно қой жүрсің ғой, хит болып атсың ғой. Не? Налыйсың? Нормально бәрі. Рахмет айтпайсың ба? Саған ба? Рахмет. Короче. Заказ көбейді ма қайтеп? Заказ көбейді, заказ көбейді. Бүгін сен эксперт есабында шақырып қойыппыз, потому что осы Қарақалпақстанға бірінші болып титул әкелген жігітлер бар, жаңағы еді, медалдар алған жігітлер бар. Сонымен бүгін сұхбат тұрамыз, сен как жаңағы еді аты, экспертсың. Эксперт яқшы. Хорошо? Сұрау беремін, я? Ауа, просто ана. Өзіме қызыққан халықпен келген сұраулар. Ауа, автогонға шықпасаң, хотя бы автогонға шығып, сол жерде отырып кеткен балалармен бір көр, соларды бір сөйлесіп көр, қалай шығуға может іліп кетесің. Болды. Қайықшымыз? Шақырамыз ба қонағымызды? Продолжим. Ассалаумалейкум баршаға. Мен адвокат Мадаримов Шахбоз. Har қайсымыздың басымызға har қандай машқалалар түсуі мүмкін. Атап айтқанда біреулер алданып ақшасını ала алмай жүрген болуы мүмкін. Біреулер автоаварияға ұшырап сондай машқаларды көріп, сол машқаларды кімдермен бөлісуді білмей жүрген болуы мүмкін. Ал айрым біреулер алимент бойынша сұраулары туылып, сол сұрауды кімге беруді білмей жүрген болуы мүмкін. Сондай кезде адамға сенімді адвокат керек болады. Сапалы адвокат керек болатын болса, төмендегі номерлерге хабарлассаңыз болады. Как біздер аз ұят емес шоудың 8-ші санына автогон лигаға шығып, уже сол жерлерден бойларды ұтылып жүрген баланы шақырамыз. Ол Амир Қадамов. Оның қасында Наурыз деген осы жігітті жетеклеп жүріп, автогон лигаға күйіп пісіп жүрген жігіт. Міне бұл жігітлер не просто так жігіттер, мәселен Нурик блогерствомен шұғыланды, музыкамен шұғыланды. Наурыз? Жақында бір магазин шабанды базардан. Сөйтіп жоғарысына бой беремен де жазып қоймыз. Неге? Не, контракт алып беремін. Контракт. Қандай батыр? Мені көрген адам бәхембе бой сұрайды да. Сөйтіп сөйледі, магазин ашып прям өзі базар ком. Базар бір месте аламан, жоғары бетіне бой беремен де жазып қоймыз. Пырлапкада отырсыз, пырлапкада. Хорошо, неге ондай негативный неде айтып жатырсың? Не болып жатыр енді? Реальный зат айтайын. Ана, мәселен, бойларда любительский карьера деген зат болады. Любительский карьера, мәселен, спортсмен болған адам, ертең спорт формада жүріп, шығу керек та. Ол мәселен, барып спорт істеп жүрген адам, істемей жүрген адам бой істейтін жер емес та ол зат. Қазір, мәселен, реально жүрген, қазір октагонда жүрген нормальный боецтер бар. Бірақ барып олар қайып үшін жүртті. Мәселен, реально соперниклеріне, орташа соперник сәйлет, орат барып поисқа барған кезде бәрі ұтылып жатыр. Не үшін? Любительский карьерасы төмен болған үшін ұтылып жатыр ол жерде. Сол затлары бар да, ішіне кіріп кетсең. Давай, сен бірақ менеджерсің,
қалай алып шықтың бұл жігітті автогон лигаға? Вопрос. Қаяқтан келіп шықты бұл? Оны короче мынандай да бір сәт айтайын. Бұл мәселе октагон лигаға жетіп келу үшін бар ғой. Біздер мәселе спортты 21-де бастадым. Таза бір спорт аштым. Jiu-jitsu Қарақалпақтан 0-ден аштым. Сөйтіп 26-ға шейін Өзбекстанда первый номер спортқа айландырдым. Қарақалпақ емес, весь Өзбекстанда. Азияда 2-ші нөмірге алып шықтым командадан. Азия, Средний Азия бойынша. И мирде чемпион Азия шығарып басады. И бұның октагонға кірген темасы jiu-jitsuға бара тақалады да. Jiu-jitsu спортында Абу-Дабиде чемпионат Азия болады. Чемпионат Азияда бір нокаут болады. Бір нокаут болады. Бұл финалда, и финалдың нокаутынан бетер победасы Өзбекстанды 3 месе жоғарыға шығатын. Бұл жігітпен келеді. Қазақстан баласының бұның бойы. И Қазақстан отса, команда виде Азия бойынша бірге шығады. Егер де бұл отса, команда виде Өзбекстан 3-ке шығады. То есть ұтты. Енді айтайын. Ана жерде, мәселен, бұған тапсырма, короче, студийский решение қалдырмау тапсырмасы. Тапсырма болды. Мәселен, ол сопернигінің өзі. Короче, бұған тапсырма болады. Судейский решение алып, нокдаун қылай, нокдаун бол дей ма? Сондай ма? Нокаут. Уже Короче, бойдан алдын шешу керек, короче. Бойдан шешу керек, соның үшін бұның сопернигі чемпионат Азияның өзінен 4 нокаутпен финалға шығады. И отборда 5 нокаутпен шыққан. Бұның сопернигі. Сондай күшті соперник. Бұл шығады, бірінші ударда нокаут түсіреді. Неше секундта? Көп болса 15 секундта түсіреді. 15 секундқа нокаутта түсіреді, бір удар жетеді, болды. Нокаут 5 сағаттан өзіне кетті соперник. Яш, вопрос Нурикқа. Нурик, Америкаданты Қарақалпақстанда 20% адам таниды, да? Көп адам танымайды. Тоқта, ауа. Мұнаны 80% таниды. Неге? Наурыз ол бұрыннан кеткен братан біздердің. Бая каратеден бері жүрді. Бала кезден танимыз. Еще оны танымайтын адам жоқ нөкісте. Лабо айдамай жүргеннен бері. Лабоға дейін. Лабодан алдын. Хәмет танитын еді. Лабодан кейін сені одан беттер танып басты. Лабоға дейін танитын еді дейжеген. Короче, лабодан алдын теккен. Басқа зорлады айтып кетті. Көше бизарлатады да. Енді мен айтып отқан сұрауым, бұл бала сондай автогонға шығып жүрді, басқа жаққа мынау Исаққа шықпады ғой, или автогонға шықпады ғой. Бұяқ шығып жүрді, бұны танымайды, бұны таниды. Маркетинг слабый болды. Енді бір зат айтайын да, халық арзан қайып қошып отыр. Достижение бойынша, мәселен, біздер мәселен алдын, біздер жетіскендіктен олмай Инстаграм салмайтын ек. Мәселен, Азияны ұрып мирді ұрып. Адамдар қазір, мәселен, Сатор мен Тайсон спорт деген зат көрмеген адам, деді да, кетті. Ұшып кетті. Не себеп? Арзан қайып, халық сондай затқа еріп отыр. Сондайлар мәселен, бұның өз мәселен сол зат қайыпты істеді, көтеріп отыр ғой. Ерте айланып келгенде, бұл зат неге апарып отыр? Мәселен, действительно, күйеуіне емес, действительно спортсмендер бір шетте ағып қойды, бұяқ өтіп кетеді. Сол зат болады. Яғни профессионал қалады, клоун өтеді. Мен клоун емес пе, мен далгайым. Ол мәністі емес, просто андай хайпа жорлар өтіп кетіп жатыр да. Андай таярланып жүр. Ну, даже сөйлемейді ма, қатты скромный бала қара. Олама ешкімге зияны жоқ. Мәселен, кім біледі бұны спортсмен екенін? Білмейді. Таңғалатып бастайды да керек болса. Просто білмейді. Біз қаңқылдай береміз да, мәселен, дешевый хайп жүріп жатыр да. Сол затты айтып отырмыз. Енді бұл қатесі ма, минусқа кіре ма болған, плюсқа кіре ма өзім? Меніңше, менің ойым. Осы сөйлемей-ақ бар ғой, соны алып шықтық. Сіздердің Біздер істен басқа затпен алып шықтық, бірақ енді не бар да, бұл мәселе jiu-jitsuның өзінде 3 жыл давамында соперникке бір оценка бермей Өзбекстан чемпионы болатын. Айтайын ба, неде, октагонда именно микрофон беретін бойларда бұл ұтылып қалыпты. Микрофон беретін бой, мәселен бұған бойдан алдын айттым мен. Бойдан алдын, егер де мына бойды ұт дедім, біздер шаумен шықтық. Амир, мынандай қапта, удар тиді ғой, мынадан. Бір жерің жыртылып, десналар не қылмады ма? Капа ма, не деді? Капа. Тысларды қисық капа керек жоқ шығар. Тістеп аламын, удар келсе тістеп аламын ғой. Капыны бұған заказной сеттіру керек. Қапталынан, заказной ұзымызды қаншығы бар да. Екеуміз болгаркмен деп тұраман да. Екеуміз да, нормально кап істеді сол кезде. Сен профессионалда емес шоғыланып жүрсен, брат. Мынау шығатын шанс бар ма? Мен Енді профессионал жүре берсін, лавозын айтап десейші. профессионал боецтермен шықты. Міне автогон деп шығып жүрген бала
Бұған не затлар бар енді айтатын Енді сөйлесің қара, да. бұл мәселе азыр айтып отыр ғой. Мәселен, маған дейді, бой бер, гонорар бер дейді да. Гонорар керек дейді да. Мен ол туралы сөйлемедім. Просто айтайын да, қара, гонорар сұрап жатсаң ғой. Контракт, гонорар сұрап жатсаң ғой. Гонорарға еле жетіп баруыңа. Қой тұр, габың бөлейін, сен қате сөйлеп отырсың. Мен ақша маған бар ғой, барып келген проезд түрсе, питание түрсе маған үстіндегі қызық емес. Мен потому что бар ғой, ол жерге барып бір бой көрсетемін ғой. Мен ол жерде барып рубицетімен да қолда аяқта не, енді барбада керек, мен шаршап қалуым мүмкін. Бірақ мен дыхание ашып, стойкеде тастасам, оқпыля көрген кезде оқпыля дейді да, олар не? Оқпыля дейді да. А ты уверен? Мен уверенмін, мен бой көрсетемін, потому что мен төйлешіп жүрмін. Соң жетіп бару жолын айтайын да, қара. Маған бой бер, гонорар бер деген зат, әзір қате зат. Гонорар деген зат. Мен бала шағам бар. Мен сөйлеймін бе, сөйлемеймін бе? Сөйлемей тұр. Мен бала шағам бар. Контракт бер дегенім, мен жұмыста жүрмеймін ғой қазір. Сен маған кеше айттың ғой, тренировка істе, мен саған бояп беремін дедің ғой. Бірақ мен құрдан тренировка істегім келмейді да, потому что мен үйде күтіп отырған бала шағам бар ғой. Мен заказын аздырым кетіп қалуым мүмкін да, ақша болса не? Мен оларды бағуым керек. Дұрыс. Егер мен контракт наурыз, міне контракттың қол қойылды мында. Сен тренировканы істе деген кезде, уже мен пақайт етемін да. Маған 2 ой бере қойсын, ақша керек емес, тек барып қайтқан питание анау төлесе болды. Сол кезде мен бой көрсетемін ғой. Құда қаласа, мен үстімен конкретно ақша істейсің. Бұл ма? Значит, бұны бір мәрте автогонға алып шықсаң, ана жерде маймыл ойнайды да, ну, Октагон прямо ешқашан бой бермейді. Былайынша бар төбелестіре ғой мені бар. Басқа лигаларда, кішкентай лигаларда төбелесіп, ана жерде қайфын көтеріп, сөйтіп октагонға. Октагон бүйту керек, октагонды любой уақытта бар ғой, медиа боец деген зат, октагонға керек адам тартады. Мәселен, маған қайпы өтіп тұрды, ал мынау мәселен кесе, мәселен 2000-3000 билет өтеді. Голд, мәселен, голдта, мәселен, октагонның тарихында ең көп зритель жинап берді. Бір голд. Кімне ерке болған тоқтар? Ерке болғанда да ондай қайып болмады. Зритель болған жоқ ондай. Ондай зритель болмады. Голдтың несінде, ал анау хумор сыртқа шығып кетейін деп еді. Голдтың бойы таусылды, 70% адам шығып кетті, 30% адам қалды ішінде. Хорошо. Сол дәрежеде зритель жинайтын, сен қайпың болсын, ане сол кезде октагон шақыр. Мен бар ғой, мен аз маған айтып жүрген адамдар бар, Ташкентте жүрген адамдар бар. Мен кеше кафе сатып көріп қалдым ғой. Мен Ташкенттен бүгін келдім, қызым туылды дейді да. Бірақ дейді, біздің таныстардың бәрі сен келсең, сен көреміз дейді бойыңды дейді. Енді бір зат айтайын. Қара, сол жерде айтайын. Олар мен жақтан таниды деп отқан ғой. Енді адаш соны бір зат айтайын. Қара, қазір айтып отырсаң, анау бар, спонсор бар, қауындерлік етеді, үйтеді, бүйтеді дейсің ғой. Анық бойға шыққан кезде біреуінде болмай қаласың ғой. Оны білемін. Реально осы. Реально мәселен біздерге де мәселен ал октагонда бой болсын дейді. Болды, өзіміз атамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп жүргенде бар ғой. Ал біздер кетіп бараппыз деген уақытта бар ғой. Соны айтсаң. Реально тақалғанда бәрі қашып кетті. Түйт, болған, бәрі сондай. Тормыздан лабонкада қадайып тартады ручнойды. Сөйтіп дік тартады да жоқ аласың. Лабода ручной жоқ, қапын ашып аяғымен тоқтатады. Қолыңды қоясың. Қапын ашасың, қолыңды қоясың. Наурыз братан андай ғой, мәселен маған қандай достижениялар бар, спортсмендер бар. Нау бар. Ташкентке барып қалуға, барып қайтуға өткенде айтып жатсылар, спонсорлар жәрдем бермеді, қарыздап кеттік деді. 5 миллион қарыздап кеттіңіз. Неге біз мәселен Нұркен Камал последний уақыт жақсы хайпап етті ол жігіт, Қазақстанға кәдімгідей базарға барғандай болып барып қайтты. Жаңағы ана жігітпенен төбелесті, вокруг себя хайп собирать етті и нормальный болып кетті. Неге сілер Нүкісті күтіп ал, жақсы күтіп ал. Нұркеннің ақшасы көплеу ма? Мына сілердің организацияңыздан вопрос. Ондай ақшасы көплер көп. Нұркен менен кеше 100 мың сұрады, звонить етіп. Ақшасы. Организацияда емес, қара, Нұркен, мәселен, тренер, мәселен, балаларынан ақша өзімен өзі істеп отқан болса, енді бір зат айтайын. Қара, Нұркен өзі жұмыс істеп жатыр ғой. Мен де егерде бар ғой, қара басын барып қайтатын болғанда бар ғой, любой жерге VIP неде бизнес класста ұшамын. Абу-Дабиге 62 адам апарған адаммын жарысқа. Сол семьялардың, мәселен, сол спортсмендердің бар ғой, мәселен, үйінде жейтін, бүгін нан жесе, ертең нан жей алмайды деген сондай семьяларды алып шықтым районлардан сондай алып шықтым. Сенеме. Созат істедім, Абу-Дабиге шықтым, Мерге Азияға шыққан апарып қайттым. Сенеме оған. Онда қазір Нұркеннің өзіне сұрайық, что там деп. Вот, сұрайық. Мен мәселен, ол... Зона кет. Нұркенге зона кет. Алло, Нұркен. Студиямызға Нұркен Камаловты шақырамыз. Құда қаласа, өз көздеріңізді көресіз. И Наурыз брат, өзің қоятын сұрауларын бересің. Қояқта шақырсам Нұркенді еш табылмай жүріп бересің. Мен живой көрмен ол адам.
Қалай денсаулық бар? Үй ішлер аман ба? Қазақстанға барып қайттың, аман сау. Негізі кім отты соты білесіздер? Нұркен? Енді былай көріп отырсыздар ғой, полный салып қойыппын да. Полный салып қойғаннан кейін былай кім ұтқан белгілі ғой уже да. Мен үшін сен ұттың. Сол үшін мен жаңағыдай мен ұттым, анау қылдым. Біздер себебі соң несіне күйіп бардым да мен өзім. Менің палуан, мен өзім шәкірдім. Тоқысым қалмасын дедім. Қазір дальше өлші енді ол ұтам деп қайтан баса-баса таярланып отырыпты да. Да, ол сол видеоны жерде біздер жаңағы көрдік, сен ham көрген шығарсың, қатты құтып кетті, ол сақыры, Енді қара, мәселен сен қазір либо біреумен деп барып төбелесіп қайтып қайып істеп отырсың ғой мына жаққа, мәселен ол қазір деп поддержка беріп жатыр да, адамдардың сана сезімін қара. Мәселен егер біздің спортсмендер чемпионат мерге ерте Алматыға барады, Азияға, чемпионат Азияға. Сол жерде мәселен Қарақалпақтың ал бір баласы шығып жатыр деп бізде история салайық. Ешкім поддержка бермейді. Әне сол зат. Біздердікі официальный жарыста, сенікі мәселен официальный ма, просто барып өзіңіздің хайпыңыз дұрыс па? Бұл енді хайп болғанда, если что, мен бір аяғым шығып, бір аяғым сүйегі жарылып, мен ояқта жатып қалмайтын едім да, расы да. Бұл официальный жарыс емес қой, просто өзіңіздің зат, әне. Дұрыс, бірақ бұл спортивный интерес болды. Бұда ұлтта тұрғаннан әңгіме жоқ. Просто так екеуміздің арамызда келіспеушілік болды. Мен оны шешу үшін жалғыз өзім бардым. Если что, ол қандай мықты спортсмен болса да, кім болғанына қатты назар, өз бара алатын адам болып, бара алмайтын адам болады да, братан. О, ақшада тұрған, неде тұрған әңгіме жоқ. Просто ар-намысқа нелерге сөз тиді. Мен айттым, бұл да қандай спорттан күшті болса да, мен айттым, если что, сен сайла спортыңды дедім. Адамдар бар ғой, адамдар, блогерлер, мәселен, бір-біріне айтады ғой. Қара, мен мәселен, хайп жоқ дейсіз ғой. Мен бір саған неге хайп? Мәселен, бар блогер, да, есть. Номер 1 рэпер бар. Бірақ сенде бар негізі. бір зат айтайын да, адаш қара, бұндай. Бір зат айтайын. Мәселен, октагонда, мәселен, біздер Иорданиядан чемпионат Азиядан келатырмыз. Мәселен, Қазақстанға прям селекшнға түстік, Америка екінші ойын уақытында. Бір тиын ақша жоқ қалтада. Прям Алматыға түстік, күтіп алды. Мәселен, керек болса, бір сушняк алуға. Сушняк апер деген соң ана жерде күтіп алған. Бір дизе алып, бір нелер сестралардың үйіне бардық, ана жерде болдық. Ана жерде, мәселен, андай Қарақалпақтың бәйетісі шығып атыр мына жерде, Қарақалпақтың атынан ал поддержка берейік, Алматыдағылар деп салың деп 15 блогерге жалындым мен. Бір блогер салмады сол кезде. Хорошо. Амир, түсіндік. Хумайын, танисың ғой, қалай, жақсы бәйесі негізі ол? Ол қайсы нелерге шықты бойларға? Хумайын. Jiu-jitsuдан чемпион Азия, чемпион мир. Молодец. Қазақстан. Ол қалай дейді, аз наяқ сөйлеткім келіп тұр. Ол барбадан күшлі ма, я қолдан күшлі ма? Хамма тамалама күшлі байыз. Хамма тамалама. Неге ол автогонға шықты? Мен басқаша ойлаймын, серьезно. Хумайын көріп отырмын, мен оның қасындағы балаларға да айттым, мен өзде Хумайынмен прямой связь жоқ еді, аз бар ғой, аз көріп жүрміз, көшеде көріп жүрміз. Қазір уже мен не жұмысым бар деген мнением бар да. Бірақ бұныңа мен көріп бойын көрдім, Хумайындікінен көрдім ғой. Қол аяқ славида, кеше Нұрекке айтым, қолды аяқты шығар, удар көрсетсін, бой көрсетсін. Бірақ қол аяқ слави деп ойлаймын да өзім. Кеше прогиб ақтырып жатыр, не қылып жатыр, ол просто менің мнением, личный өзім естеткен жақ емеспін. Бұл ударник қой. Ударник ол жерде октагонда любой төбелесте бой көрсетсе, қолмен төбелесіп, удар істеп, қан шығару керек та. Сол кезде уже шум болады да. Хумайынды jiu-jitsuдан грэпплингде Өзбекстанда бір адам ұта алмады. Ане, Хумайын ол машина ол. Айтайын ба, Хумайын қол аяғы мощный. Хумайында, мәселен, ММА-да контрол деген зат бар партерде. Контролда, мәселен, бір ұстады ма, оңай жібермейді. Базар жоқ. Қалай алып шықпайсың? Мен бәріне контрактта, мен өзім қасында бар ғой, қазір Хумайын бар. И Абзал деген бала бар. Хумайында 2-0 рекорд. Бір. Абзалда бар 2-0. И қазір Тикода бар. Тикода 1-0 рекорд. Сөйтіп қасына қазір кім қайттан осы Сейтмұрат Алпамыс деген бар, Апик деген бала бар. Онам алып қойыппан. И бәрін мәсі алып қойыппан ғой. Контракт жіберіп қойыппан. Кім ам қосылып жатыр аз біздерге? Кенжебай Рүстем ам қосылды. Онам анкетасын полный 4-5 лигаға лақтырып қойыппан. Қазір қайсысы маған жазады өздері. Мәселен, наған керек болса бәрін мангуға тастап қойыппан. Хорошо, енді мен бір вопросым бар. Қазір мен сілерге осы титулдың үйесін шақыраман. Мәселен, бұл жігіт Кулачкадан алған бойды.
Соған қандай бір сұрауларың бар сен экспорттың, мәселен сен братан, қандай бір сұраулар бар, қалай бұл бала осы титулды алып келді? Бұл бала жақында мен жаңа көріп жатырмын. Ал қалай алып жүрсің бұл титулды? Остановкада беріп жібермеген шығар енді. Грузия айналып берем беріп жіберді өзі. Ал айт сен бірінші титулға Қарақалпақстанда бірінші адамсың ғой титул алған? Не только Қарақалпақстан, Өзбекстан бойынша. Өзбекстан бойынша. Неден? Спорттың бокс түрі бар. Боксте кулачка деген түрі бар. Ішінде, бокстың ішінде. Ол қандай болады? Прям үште болады. Я болмаса шеңгелгіде болады. Не, бұл нәрсе байлайсыз ба? Ішінде кішігірім бүйтіп алады профессионал дәрежеде. Ол қолдар мажығып сынбай ма? Сынып, сол сындырып келіп ішіне бонт салып қойып ішіне. Бонт салып қойсың. Шүріп. Сонда да төбелес жүрсің. Қаттырақ дейді де кеңгесінде. Сол голый кулачка болғаннан кейін қиын бола береді. Бля, ол бір голый кулачкамен бар ғой, рас бар ғой, майтай, голый кулачкамен бар ғой, жарыс бізде шықпай ма? Майрады да ол не? Голый кулачкаде Я майралады, майрасың. Қасын жатап қолың бір удар шешіп тастауы мүмкін, иә? Конечно. Не только бұл удар, басам иінен бар біздің положениеде, бастан артынан бар ода. Енді ал сен айт, қалай ерістің бұған? Так, личный өзім спортта 15 жылдан бері жүрмін. Бокс бойынша 15 жыл. 18-ге егжел жақпан. Бокста 15 жыл опытым бар. Профессионал спортқа 2021 жылы кіріп келдім. 2021 жыл, уже 2023-те Ушу Сандадан, призер Азияман, Муйтайдан, призер Өзбекстанман, и кулачкеден рекордын 4-0. 4-ші бойына кулачкеден бойды алдым. Неге енді сені, мен азыр мынандай да, сен сөйлетейінші, мәселен, Амир подарок емес, да? Хумайын подарок емес, Мынауан подарок емес, Нұркенда подарок емес, да? Надо будет. Мына балада міне подарок емес, отырып титул міне алып қойды, құрдан құр бермейді ғой бұны. Неге бұлар Сатурнларға оқсап көтерілмей жатыр? Қақта жұмыс істейсің? Потому что бұлар Азыр ресторандамын, официант болып істеймін. Официант, қара, профессиональный боец, официант болып жүр. Не дай бог, не мынандай ситуацияда қазір камераға айтып қоян, Нұркен, мақұлдайсың қазір мен айтқаным. Не дай бог, бұл балаға анасынан біреу пьян сөгіп қойса, бұл ұрады, анау тамам болады, кейін мынау қамалады. Бір қапта, братан, күндізі көлімді белімде фартук, кеште пояс. Любой еркектің басында болатын қиыншылық. Сөйлеп отырған саммен спортсмен, Нұркен, Амир, сол бәрі негізі уақытында қиыншылық көрген. Личный өзім братан Россияда жүріп көргенсем, мен жүріп көрдім да. Россиядан келіп, мотивация, мен спортты 2019-да қойғанман, 2020-де қайтадан бастадым. Қойып, сол қайтадан бастауға үміт болды да менде. Жораларым бар, кетті давай қайтадан бастайық. Профессионал спортқа кіріп келдім. Менің Ташкентте бір жорам бар. Қарақалпақстанда Вайсаға деген маған танисыздар ма? Вайсаға деген Орынбай Бабур деген жорам бар. Бір күн мен операция боламын, операция болып бір аптадан кейін звонок қойды, самандар не жатсың? Сонда да төлемден шығып кетпен, Грузияда бой бар, кулачкеден дейді, давай, кеттік. Менің азыр братанның кабинетті қалдым, маған бірінші неде гонорар бер дейді ғой. Мен 2 ой без гонорар шықтым өзім, личный өзім. Азыр гонорарым 3000 бір бойға. 3000 аламын. Қашан болады енді? Енді соны айтайын да. Маған кешерде маған бір блогер айтады да. Маған Амирдің оны самандарды алып шықшы дейді да маған. Біз самандарға жаздым да мен. Сондай. Мәселен, Амир тастап бұны алып шыға елі немде жоқ. Просто сен анаяқтағы мәселен неде Өзбекстан ішіндегі кулачка жарыстар бар ғой. Мен соған сөйлесіп беру ойым болды. Кеше жақында шығарған. Эстеттікі бар. И сөйтіп ана бокстан Шапшаң Еркашевпенен жақсыман, боксер. Топ-7 файтерспен кәдімгідей жақсыман. Соны кетіп, мәселен, бұған бой алып бере жақ болдым. Бокс қой бұл. Біз бұны боксерға шығара алмаймын. Бірақ мына жақты шығара жақ болдым. Сөйтіп бұған жазамын. Короче, бұл маған айтады да. Гонорар жақсы болса болды дейді. Сен аяқ бетте Грузияда қанша алдың десем, $3000 алдым дейді. Сөйлестік па кешетті? Білесің. $3000 елі біздердің балалардың общий бір жылдан бері алып жатқан гонорар болса $3000 шықпайды. Мен қалай бояп беремін бұған? Енді Амир Кадамовтың қандай плюс жері бар?
саған? Плюс жерін айтайын ба? Енді спортивный жағынан да. Спортивный жағынан. Может, бұл жігітте айыбы жоқ шығар. Может, сенде шығар айып. Сен мәселен слабый болғаннан кейін бұл жігіт елі титул ала алмай жүрген шығар. Слабый жерін айтайын да. Мен тренерлік істемеймін, бірақ Енді кешіресіз енді. Спортсмен аға. Кешіресіз былай грубо сұрау бергенмін да. Енді халықтың мнениясы да Америкадан бұрыннан шұғыланып жүрген сондай бір бала вузда спокойный да. Бұл жігіт елі титул алмады. Құда қалесе ниетіңе жет. Ал UFC-ден ал. Реально. Бірақ бұл жігіт титул алып келіп жатыр да. Не себеп бұл? Титул? Мәзен бір зат айтайын. Енді бұлан Самандар, мәзен гамма бар ғой. Грузияда ММА-да лига көп у жақта. Мәзен ММА-ға барсаң болады. И неше Грузия основной турнир шөгіміз. Тем более Европа емес па? Бір зат айтайын. Гаммалар или мировой рейтингдегі жарыс емес. Мировой рейтингдегі жарыс емес. Октагон не? Октагон, мәзен Средний Азияда ММА ғой. И октагонның уровені Мангудан төмен. Мангу жағына шықпады ма? Не үшін? Айтайын, октагонның рейтингі қалай не қылып жатыр? Мәзен ана жерде шоуменлер Азияда рейтинг түсіріп. Клоунлар көп шығар. Клоунлар көп түсіп жатыр. Әне созат. Ассалаумалейкум баршаға. Мен адвокат Мадаримов Шахбоз. Har qaysimizning басымызға har qanday mashg'allar tushi mumkin. Атап айтқанда біреулер алданып ақшасını алалмай жүрген болуы мүмкін. Біреулер автоаварияға ұшырап сондай машқаларды көріп, сол машқаларды кімдермен бөлісуді білмей жүрген болуы мүмкін. Ал айрым біреулер алимент бойынша сұраулары туылып, сол сұрауды кімге беруді білмей жүрген болуы мүмкін. Сондай кезде адамға сенімді адвокат керек болады. Сапалы адвокат керек болатын болса, төмендегі номерлерге хабарлассаңыз болады. Мен бір зат айтайын да, бұл айтады 10 адамге бір зат дейді ғой. Нахуй керек ба? Пошел ты негрде жүре бермейсің ба өзің жұмысыңды істеп. Сол біреудің мнениесін тыңдап өзің жүрегіңе салып ертең сақырып қаласың, давлениең көтеріп. Нахуй біреудің. Любой адам анда долгоек біреу шығады да, сен блядь, сен ұтылып қалдың, долгоек мынандай түсуің керек дейді. Соны серьезно воспринимать ете берген өзің қатеңда, иди нахуй да болды. Я ол сүйек-сүйекті өтіп кетеді. Кешер. Яғы мен аназ. Мағанам көп адам жазып жатыр ғой. Мағанам айтады, Наурыз дейді, сен дейді, долгоексің дейді, короче. Чумолсаң дейді. Мен оны блядь блокқа тұрам, болған тыршып отырам болған. Жоқ ол адам өмірімде. Өмірімде жоқ, игнорировать етем болды. Дым ашуым келіп барса, разнараз шығарам. Ақша сұраймын, давай гонорар төле. Вади ММА. Не зат? Гонорар. Қара, Ташкентте крутой, сол автогонның былай жүрген адамдардан кімді танисың? Мен. Октагонның президентінен бастап, бер жақпет организаторлар бәрін танимын. Атлан айтса, бірауыз. Нурадин. Кім ол? Президенті, Октагон лига президенті. Баслы. Нурадин аға. Матчмейкер, Қазақстан беттен матчмейкер Исатай аға. Өзбекстан беттен матчмейкер Парвиз. Матчмейкер дегенде көрсету балалар адамдарға өздеріміз тілде сөйлесіп айтылады. Матчмейкер деген зат, мәселен, Наурызбен Амин шығады. Нұркенмен Самана шығады. Соны істейтін адам. О зат, о адамдар әмме бойды лиганы солар шөгімін істіреді. Енді түсінікті болды. И енді одан кейін кім бар? Думан аға бар. Думан аға не бар? Ол селекшн, отбор. Селекшн закрытый болады. Селекшнда балалар именно сол селекшннан өтіп лигаға өтеді. Амердің өзін селекшннан бастадық та біздер. Селекшнда біздер mesela лигаға бой бермеді. Прям барып хабарласам көрдік. Анаяқпен айтып көрдік. Селекшнға бардық, отборға бардық. Отборда бірінші бойда 17 секундта нокаут тұрды. Екінші бойда 22 секундта болеу алды. Сонымен одан кейін екі бой досрочный победа, прям лигаға одан кейін контракт. Яқшы, вопросқа қайтайық. Енді сондай адамды танисың. Енді октагон лигаға ол. Бір адам саған. Қиямет шоу матч көрсетіп береді осы бала. Нұркен. Міне, Наурыз бар. Енді мына жігіттен бар. Міне. Бұл жігітке мен $1000 бере алмайды лига. Конечно, лига бере алмайды. Бірінші бойында мәселе селекшннің өзі $100 бастайды. Неше килодан шығып жатса? 70. $100 бастайды. Сатурн неше? 75 жүреді сол. Олар негізі бес қайтармайды. Мұқап ұста алмайсың сол бала? Бірінші раунд. Бұмен шығармайды оны? Бұмен шығармайды. Оның үшін менде аудитория кемінде 5000 подписчик болу керек. 5000? 5000 адам, кемінде 5000, 6000. 500 000, 600 000 адам деген. 500 000. Адамға қарап беріп отқан жоқ адам. Адамға қарамайды. Кейсе Қазақстаннан Сатурнның сопернигі бар ғой. Қызым 17 мың, 20 мың подписчик бар болған. Білмедім да, енді қайдан. Бізде лишний Өзбекстан ішінде де ойлаймын сол затты. Көшке тастап отыр.
мен мына болдыңыз ба Нұркенді алып шық, бұл жақты алып шық, мен мына баланы алып шық деп жатырмын да, Амирді алып шық. Сен бір Амирді емес, 4-5 баланы алып шық, мына екеуі шоу көрсетеді. Нұркен менен бұл бірден алып шыға алмайды да. мына жігіт мен алып шығамын. алып шығады, неге алып шығады? Ақша жоқ қой. Ақша керек емес, лабоға отырып Ташкентке. Машин болса барамыз ғой, егетлейміз ғой, спонсорам табамыз. Мен бар ғой, рас бар ғой, мен Спонсор мәселесінде істесе, мен табамын. Вулкан сулары спонсировать етеді сіздерді. братан, мына жерде мақсат бар ғой, менде жарыс спонсорлардың вниманиесін жарып ету да. Біздерде қарапайым сол ең қиын тема, біздерде спонсор темасы негізінде. Так, не сом керек сен бойыңа? Мен 1,5 ай тренировка өткенмен 7-8 миллион кетеді. Нешеге өзімнің қалтамнан. Негізі суаққа дейін кетіп келген суаққа дейін. Мен саған жәрдем етсем, спонсор тауып кішкентай лигасы деп қойып. реально. Енді главный қойылып жатқан сұрау, мәселен мен жігітлер сілерге, Амир, саған от души рахмет, саған еще рахмет, қылып жатқан жұмысларыңа, Қарақалпақстанға титулды әкеліп жатсаң, үлкен рахмет. И саған айрықша рахмет, потому что Абу-Дабиде Өзбекстан тарихында бірінші мәрте команду екіге алып шықтым Азиян. Енді менің вопросым, неге сілерге спонсировать етпейді ешкім? Түсінбейді. Оданшы, мәселен, Азыр, братан, бір минут, сені не істейді? Неге поддержка бермейді? Мәселен, кулачка деген ол, Амир, түсінесің ғой, қандай екен кулачка қиын ғой бәрі ол. Ол мынау голый қолмен шығады, печатка жоқ, и бір ударам шешіп кетуі мүмкін. Бір удар жілі қылып қою мүмкін, бір удар инвалидам қылып қою мүмкін да. Неге поддержка бермей жатыр? Поддержка болды ажыға, айрым нысандардан, атларын айтпаймын, олар өзі ылтымас қылған. Брачка, давай, 1 миллион... Анонимный жәрдем. Брачка, басып қазір, 1 миллион 500 мың, үлкен емес та, үлкен сума өзімен келеді көп жағдайда. Жаңа айтқандай, көп блогерге хабарласып көрдім мен, көбіне отказ алдым. Мен ойлаймын, оны неге отказ береді, потому что олар өзіне өтіп кетпеу керек па, біреулесі маған жәрдем беріп па, мен активім күшейіп кетіп, одан өтіп кетіп. Типа сондай көремін мен, не? Бір-екі бизнесмен бірдалайым хабарласып көрдім. Жаңа айтқандай, көрген жерінен тікке тұрып сәлемдеседі, мощный, а так жұмысың түскен уақытта жаңағыдай блоктасаң. Неге екенін ел өзім жауап таба алмадым. Ішіне кіріп жүрген, Наурызға білмесе енді қайда мен. Ішіне көп жерге араласып жүрген. Енді мынандайда жігіттер, біздерге интернеттен кеш келген, хайплардан, трендтерден кеш келеді. Құда қалесе, мен ойлаймын, Нұркеннің, Амирдің, сенің, мәселен, Наурыздың жолыңыз ашылып, құда қалесе, мынау жігіт не алып келемен деп жатыр ғой? Автогон. Лига алып келемін. Лига. Лига алып келсе, сол өздеріміз сондай хайп қылып, сондай қылып, төбелесіп, шау көрсетіп, и жастарды спортқа шақырсақ деген едім да. Мен бір сұрақ берейін ба, как эксперт? Енді біздердің спонсорлар, менің личный ойымда, біздердің неге спортсмендерді қолап қуатламайды, бизнесмен ағаларымыз дұрыс емес бар. Оған маклерім жауап таба алмады ғой? Маклер қойып тұр, маклер қозғамайды. Маклер сонша жәрдем беремін деп отыр, бір история қойып бере алмады маклердің күстігін. Ойбай, өзім спонсор тауып беремін деді маған, не? Ойбай деді, сөйтіп бардым, ілтимас, адаш, мәселен, хотя бы, мәселен, істейік деп, 3 бойында бардым мен. 3 бойында бардым, болды, давай жәрдем бер, мәселен, хотя бы маған дедім да, спонсор тауып бермесең, хотя бы сенің аудиторияңды, мәселен, бәрібір крутойлар көреді, мәселен, жай бизнесінде ең крутой адамдардың араласатын бизнес. Машинның бизнесінде автоменен жайда, ана жерде маклер, мәселен, андай небешіне бір несі бар деп қартайып тартатын, и маклермен сен де көремен де озатты, не, бұндай. Маклермен... Өзінің аудиториясына өткізіп білет. Сен өзің аудиторияңа деп өткізіп білесең де, соны маклерге ілтимас еттім. Давай, білет, братан, ажаға, көке, атады өкешкен барасаң, бір история қойып берші, нағаны мәселен поддержка берейік, қолап қуатла жіберейік десе, мәселен, любой мәселен аудиториясында білген бизнесмендер бар, хотя 500 мың атқанда да, оны атса 5 миллион ақша болды. Ол аттыра алады. Бұл жігітлердің просто азыр көзінде жанып тұрған отын сындырмаң, жігітлер. Қолдан келгенше поддержка берсеңіз, жүдә жақсы болар еді. Рас спонсорларға бір ұсыныс бар да. Қазір айтатын болсақ бар ғой, ешкімде аз бізде әммеде өзінің жағдайы бар. Бұл лабошы, бұл колбасашы, бұл тренер. Мен просто айтып отырғаным не? Бұл балалар ашты, төбелескісі келеді. Аналарын тойып қалған ғой, уже таңғарлап тастайды бұлар.
апармайын. короче бір зат айтайын да мәселен бой бер Қазір дейді бір ғой. зат. Қара Тоқтарға мен весің тең ба? тең ровно бір істейміз. бұндай бір зат айтайын да спорт федерациялар бар талай спорт федерация бар Қарақалпақта. Бірақ ішінде біздің федерацияны білесің қол астында мәселен 60 тренер бар. Неге жужиси? Jiu-jitsu. 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 Неге ол зат? Не үшін айтайын ба? Jiu-jitsu мәселен jiu-jitsu полный меңгерген мәселен нормально алған адам MMA смело өтіп кетеді. Jiu-jitsu чемпионат мирларға, азияларға Apple Nox көрген бар. Сол жақта мен ойладым, до конца кетеді деп ойладым. Сол жерде MMA қаяқтан кіріп келді сізге? Просто MMA қаяқтан кіріп келгені jiu-jitsuға. Короче, MMA мынандай болады. Jiu-jitsuda мәселен MMA-ға жақын қай спорт тұр? Jiu-jitsu мәселен жақын. Қарақалпақстанда жоқ спорт. Соңғышыма Чарльз Оливейра бар. Мәселен Хабибтердің өзі сол jiu-jitsuға жақын. Содан кейін jiu-jitsuды бірінші істеп алып, кейін жақсы спортсмендер мен ойым бар ғой 6 жыл, 7 жылдан кейін шығарамын деген ойым болды. MMA-ға. Кейін өтемін деген ойым болды. Бірақ 4 жылдан кейін шықтым. 4 жыл істедім. 4 жылда мәселен Азиядан мұрдық, Мирдан мұрдық. Бұның Абу-Дабида нокаут ұрып қойғаннан басталды лига. Не үшін басталды? Бұл нокаут ұрып қойды ма? Нокаут ұрып қойғаннан кейін и мұны жоғарыда бір ағалар ұсыныс етеді. Давай навалаңды MMA-ға алып өт. Содан басталды MMA. Мынаны көрсетуге болмай ма? Бұны ма? Сен немесе? Яқ, не айтайын деп тұрған. Бұяғам қасында жөбесі ауырлығы түспейді ғой. Аз бір гәп бар да братан. Бұяқ өзі отдельный менеджер, Қарапастанда менеджер да. Менеджер тренер. Мен де отдельный. Мен ояққа аз қиянат қыламаймын арасы. Манаған жетісумен менде нөлден жәрдем берген адам бар ғой ояқта. Ояққа қиянат қыламаймын мен. Бір зат айтайын да. Ертең ал вдруг екеуміз кездесіп қалсаңыз не? Мен конкретно Мен анық білемін, мен бұл 70-ге көтерген уақытта мен 90-да да жүрмін, мен уақытта бар ғой. Мен күн сайын весім өсіп баратыр. Сондай ма? Мен өзім әр жасқа 15 кг, 13 кг дейін қайтарамын. Бізге бір-біріне бүйтіп шығарғаншы бар ғой, бір-біріне мәселен мынау білген, мынау білмейді, мынау білген, мынау білмейді дегендей бірге түрлік өседі, бірге өскен жақсы. Конечно. Амир, мәселен, сол бойларға шыққанда албырайсаң ба сахна, там октагон дей ма соны? Шыққанда албырап бір мынандай нелер бола ма? Соғанша адам көріп отырған. Енді башқа байсы айтады, мен хаяжан болды. Мен ол нәрсе болмайды октагонда. Шығама, ұршама өзім білгенім. И еще Нуриктің айтуын бойынша, еще Наурыздың айтуын бойынша, сен былай өмірде скромныйсаң, бірақ клетканың ішіне кіргенде басқа адам болып кетеді дейді. Ол қандай настроймен шығасың оның үшін? Мәселен, бұл неғып шығып бұл мынаған түсіндіріп бере ғой? Енді әрбір спортсменнің өзінде болады, настройы, әркімдікі әрқыл болады. Рингке кіргеннен кейін басқа самандар, басқа амир болады. Октагон рингке кіргеннен кейін. Рингке деп бісміллә деп кіріп жатқан болсаң ғой, рингке кіріп жатқан уақытыңда, октагон кіріп жатқан уақытта семьяң да бар, ауың да бар, таныстар, ағайын туысқан көзәліне өтеді. Дұрыс па, Амир? Солар көзәліне үміт қылып, көз қарасымен қарап отқалы үміт қылады да. Мына жерде көп адам сезбейді расы. Спортсмен өзі біледі, мына жерде мойнына жат тұрған біледі да. Аналар үмітті тұрғанын, үмітті ақылау керек деген зат содан кейін рингке кіресің, октагонға кіресің, басқа адам болсаң, действительно. Клеткеге бір өзің кіресің, яғни ешкім кірмейді. Көп адам тренер еспейді ау. Өйре сен құлағың тренері болады. Көзің шапелі құлағың тренері болады да. Вопрос екеуіңізге де. Анау қырылысып отырсаң ғой, біреу бақырады ғой. Мына жақта отырған Наурыз болсын, Нурик болсын, Агон болсын, соларды естесең болсы? Естіп білуім бар. Естіп біліш керек. Негізі естіп білу керек. Бірақ анам шум, мандраж, анау-мынау сен естірмеді. Бірақ күшті спортсмендер естеді соны. Саған сен тренерлерім өзбекше сөйлейді ғой, тура ма? Солар сөйлегенде, мәселен, жақсы түсінесен болады? Полный. Зал полный сопернимен бәлет қылады, потому что жас күрежде болғаннан кейін зал полный сопернимен бәлет қылады. Сондайын, бірақ неге де тренердің дауысы келеді құлағыма. Мәселен, театр маған рингке бірінші раунд таусылды ма, екінші раунд маған бірінші раунд ашып айтады, мынандай уақытта мынандай ұрасаң дейді да. Соқта мен команда береді, соқта ұрасаң дейді. Мен күтемін, команда береді, саттан көріп тұрған біледі ғой. Соқта тұра ма? Америка сат менде. Тренерді естіп білсе, любой спортсмен тренер естіп білсе, ұтады. Менің плюс победам тренер естіп білемін. Рингке кіргеннен кейін болған. Мақсат не? Мақсат сол алдымыздағы қазір менің мақсатым пояс защита қылып, одан кейін үлкен лигаға шығып, одан поясын алу,
ізіне кеткен жастарға жақсы үлгі бір жігіт болу. Мәселен азыр менің өзім ешкі көп жазады, қайтып оған ерістің, қандай жолда жүресің, қандай тілден хабарласу керек, соға үлгі болу. Амир, мақсат нема? Айтып өтті ғой енді. Şu maqsad sportsmenler hammасында болады. Yaxshi pul topish, chempion bo'lish, pul solib kelish. Tepasi UFC. Сонымен біздер ұят емес шоуымызды жұмақлайын деп отырмыз. Соның үшін видеоға өз комментарияларыңызды жазып кетің. Мәселен, бұяқтың фанаттары бар, бұяқтікі бөлек, Лабошнікі бөлек, мәселен, бізкі бөлек. Соның үшін әмме өз комментарияларыңызды жазың. Спонсор қыламан, мына жігіт маған ұнап қалды. Бұл жігіттің мінезі ұнады, Нұркенттікі ұнады, анау қыламан деген адамдар болса, төменге Instagram аккаунттарын тастап кетеймін, өздерімен хабарласып, қолдан келгенше поддержка қылсаңыз зор болады. Біздерден ұят емес шоудың 8-ші саны жұмағына жетті. Жігіттерге үлкен рахмет. Біздер выпускымызды жұмақладық.